Ассалаумағалейкум. Тағы да ассалаумағалейкум. Кеш қайырлы, ардақты абыз кеуді ақсақалдар, ақжаулықты аналар, баршаңыздың мүбәрәк жүздеріңізді қазақтың ақсүйек өнері айтыста көргеніме шын жүректен қуаныштымын. Өз үйіріме қосылып, үйіме келгендей болып тұрмын қазір енді. Өздеріңіздің үйштеріңіз қалай, аман ба, көңіл-күйлеріңіз жақсы ма? Менен басқа не жаңалық болып отыр ағайын? Не жаңалық деп мен сұрағам ұяттау болатын шығар енді. Бәрі аман есен болсын, сынапта, сыбапта алып жатсыздар. Ол мен үшін жігерлендіру болды. Сіздердей қорғайтын ел жұрт барда, қолдайтын Алла барда, мен еңсемді тіктеп ұстап жүрмеуге ешқандай хақым жоқ деп ойлаймын ағайын. Қазақта бір жақсы сөз бар ғой. Өзінің туған жерінің тасына сүрінгенмен ер жігіттің аяғы ақсамайды дегендей. Бұның бәрі мен үшін үлкен сабақ болды. Бұлттан биік болсам да, ұлттан биік емеспін ағайын. Кем-кетігім болса, еркелігім деп, шалалығым болса, балалығым деп қабылдарсыздар. Мен сіздерді жақсы көремін. Бүгінгі айтысымыздың тақырыбының өзі тыты екен, тәуелсіздікке тарту. Осы менің де тыты қылған осы айтыс ағайын, ол сіздер. Кешірім сұрайым. Кешір қуған сияқтысыздар өзі. Кеше бір-екі кісі кешірмей жатқан алдында. Сол бағана Аспанбек пен Мейірбек айтқаннан кейін кешірді деді ғой, болды деді ғой, бәрі айтып. Ағайын жаным, ағайыным, ағайын, мен сіздерді қатты жақсы көремін. Оны мен сөзіммен растап, ешқандай ақталмай жүректеріңіз сезеді деп ойлаймын. Тағы да ән жырап отырғандарыңыздан айналайын. Мен бір жаңа туынды орындап берейін. Жаңа деген мен ескі 3-4 жыл бұрын шыққан ән еді. Ескі болған мен есті деп айтайын. Ақиқат деген бір өлең жазған болатынмын. Әнін жазған сазгер Төреғали Төрәлі, өлеңін жазған ақын Төреғали Төрәлі, орындайтын әнші Төреғали Төрәлі. Ақсақалдан қазір шана ішкен шал көп. Сөздерінде мән жоқ, көздерінде шам жоқ. Көретіндей кино, тыңдайтындай ән жоқ. Дүзден балтал дінім, дүнсен молда пірім. Жау көреді қалай қазақ бірі-бірін. Аламашақ тілім, шала қазақ ұлым. Анасы бар тұғын, мамасы бар бүгін. Кәлимасыз баспа, жаратқанның құлы екеніңді раста. Еліктеуді таста, ақылыңды шашпа. Үлгі болар кім бар, пайғамбардан басқа. Бір адамдар шықты, жүректері түкті. Батырларға әлсіз, әлсіздерге мықты. Басында бар әлгі, тұрар
алтындай мәңгі, заңды бұзып қойса өзгертетін заңды. Бұл ақиқат, бұл ақиқат. Бриллиантинді атты, теңге судай ақты, бастапқыдан қымбат, басындағы шәккі. Гей шұғырды аяп, ұстамайды таяқ, қолында ақша жоққа, қолайлысы аяқ. Ұстаз ойы терең, еңбегі бар ерең, айлық алмау керек, шәкіртінен төмен. Миллион теңгең, артық емес ерден, дәрігерге қимай, депутатқа берген. Сақтап бала сердің, ойымды айттым еркін, жасырған мен іште, жазылмайды дертім.